Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен ене мектебінен алған сабақтарымның бірі басты дұрыстап ұйытып, тазарту, көзін ою, мұрнын қағу, жағын дұрыс айыру және тұяқтарын өте жеңіл қарапайым тазалау жолдарымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай басты жақсылап, оны тазартып, ұйытып алдық. Яғни басындағы, тұяғындағы бүкіл түктерін күйдіртіп тазартып алдық. Енді оны міне осындай губкамен немесе кез келген матамен жақсылап ысқылап, сол күйесін, жанған күйлерін міне жуып тазартып алдық. Міне жуып тазарған басты енді көзін оямыз, жағын дұрыстап айыру жолдарын, мұрнын қағу және тұяқтарын да міне тазалау жолдарын қазір бөлісетін боламын. Жас аналарға, болашақ келін аналарымызға өте пайдалы сабақтардың бірі болғалы тұр. Міндетті түрде видеоның соңына дейін бірге болып, өзіңіздің жақындарыңызға, туыстарыңызға да таратуларыңызды сұранамын. Міне көріп тұрғандарыңызда ең алдымен қойымыздың сирақтарын, яғни сирақтың ұшындағы міне тұяғынан ажыратып алуымыз қажет болады. Бұл қажет емес жері. Міне осы тұяғы, міне сыртқы тұяғын пышағымызды сала отырып, міне кішкене тартсақ өте жылдам оңай ажыратылатын болады. Міне осылай өте жылдам, өте қарапайым түрде ажыратып аламыз. Міне пышағымызды тұяқтың шетіне ғана салып тартып қалсаңыз, міне өте оңай жеңіл алынады. Міне тұяқты айналдыра пышағыңызды кішкене салыңқырап тартсаңыз, міне видеода көрсетілгендей өте жылдам қарапайым алынатын болады. Міне осылай тазартып алдық. Енді осы сирағымыздың міне артқы бөліндегі міне кішкене осы бөліктерінде міндетті түрде кесіп алып тастауларыңыз қажет. Енді міне сирақтың осы ортасындағы екі айыр бөлшегін де пышақпен жақсылап кесіп, арасындағы қалған мусорларын, қалып қойған жүндерінен де міндетті түрде толықтай тазартып алыңыздар. Міне себебі оны басында күйдірген уақытында сол жерде біршама түктері қалып қоюы мүмкін. Сол үшін осылай міндетті түрде кесіп, артық бөліктерін тағы да тазартып алыңыздар. Міне осылай тазартып алдық. Енді басын көрсететін боламыз сіздерге. Ең алдымен бастың көзін міне кішкене пышағымызбен жан-жағын босатып алып, оны қолыңызды сала отырып көзді ойып алып тастау керек. Яғни көздің қара бөлігін тазартып алу керек. Қара бөлігінен енді мұрнын дұрыстап қағатын боламыз. Міндетті түрде мұрнын жақсылап қағып тазартып алу керек. Себебі осы қойдың мұрнында біршама құрттар болады. Міндетті түрде дұрыстап қағып алу керек. Енді міне көріп тұрғандарыңыздай осы ауызғы бөлігінен құлағының тұсына дейін жақсылап екі бетінен де кесіп аламыз. Және аузын аша отырып, міне тартып жағын айыратын боламыз. Міне салмағымызды сала отырып, жақ сүйегін толықтай айырып, екіге бөліп алуымыз қажет. Міне осылай бөліп алдық. Енді қалған бөлігін, ең басты осы сүйектері бөлінді. Міне жақ сүйектері бөлінуі қажет. Жақ сүйектері бөлінген соң қалған бөлігін пышақпен кесіп алатын боламыз. Және ең басты тағы да айтатын жері, міне осы жерде өңешке баратын жол, яғни сол жолды да кесіп алып тастаймыз. Міне өңештің басы болады, осы бас тұсында оны міндетті түрде кесіп алып тастаймыз. Және бездері болады. Міне мойындағы бездері, міне бастағы да бездері болады. Міндетті түрде осы бездерінен тазартып алуды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай бездерін кесіп алып тастадық. Енді тағы да ең маңызды тұсы бастың тістерін, яғни қойымыздың міне тістерін дұрыстап қағып тазартып алу керек. Негізінде үлкен қойлардыкін балтамен шабады. Менде кішігірім қой болған соң, оны осындай кәкпірмен ұрғылап, өте жеңіл түрде тазалап алдым. Егер сіздерде үлкен қой болатын болса, міндетті түрде балтаны пайдаланғандарыңыз дұрыс болады.
Мінекей достар, өте қарапайым жеңіл тазарту жолдарымен бөлістім. Ал достар, міндетті түрде осы видеоның таралуына атсалысып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.